Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен лаңманың нанын қалай илеймін, сол жайлы бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге ұн, су, жұмыртқа, тұз қажет. Мөлшерін толықтай видеосына қалдырамын. Жалпы жұмыртқа орнына сұйық май қолдануға да болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен ұнымызға 2 жұмыртқаны жарып, тұзды суды шетінен құйып, жақсылап илейміз. Қаттырақ қып илеуіміз қажет. Әбден илеп алғаннан кейін бетін жауып, солай 5-6 рет тындырып илеп алсақ жақсы болады. Сонымен тынған нанымызды жаймалап бөліктерге бөлеміз. Нанымызды біртіндеп созып аламыз. Мінекей созылған нандарымыз дайын. Енді қайнап тұрған суға тұз салып 10 минуттай пісіріп аламыз. Піскен нанымызды суық суға немесе мен секілді май жағып қойсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Езілмейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.